Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен құрт жасап отырып, дұғалар туралы, жалпы арман, ниет, тілектердің қалай қабыл болатыны туралы бір сыр дейін ба, құпия дейін ба, техника дейін ба, сонымен бөліскім келіп отыр. Дауысым барлығы нормально естіліп тұр ма? Мен дауыс тексерейін десем, қолым бәрі құрт болып тұр ғой. Дұғалар, армандар, ниет, тілектердің барлығы қалай орындалады? Ол не үшін орындалмайды? Сол темада сөйлескім келіп отырды. Мысалы үшін біз балалық шақта көп нәрсені армандадық қой, көп нәрсені армандадық. Енді қазір, мысалы үшін өзіммен айтайын, мен биыл 33-ке толамын. Көп нәрсені армандадым да. И қазіргі таңда, дәл қазіргі өмірімде, дәл қазіргі сәтімде мен балалық шақта армандаған арманымда өмір сүріп жүрмін. Сиыр сауам, құрт істеймін, айрам пісем. Армандаған өмірімде өмір сүріп жүрмін. Қысқаша ғана айтайын. Мысалға мен көп қара шаңырақта тұрғым келеді деп армандайтынмын. Көп балалы отбасының үйінде тұрсам деп армандайтынмын. Одан кейін жылда лагерь болады, мен лагерьге сол бара алмай қалатынмын да. Сөйтіп жылайтынмын, неге мен бармаймын лагерьге деп. И именно сол лагерь орналасқан ауылға келіп тұрмысқа шықтым. Сосын даже мен кеше бір үлкен бір арманым орындалды. Мен оны постқа да сап қойдым инстаграмға. Мысалға мен қыз күнімде армандайтынмын. 10-шы класс, 11-ші класстарда мен намаз оқып жүрдім да. Сол намаздың үстінде мен күйеуімнің темекі шекпейтін, арақ ішпейтін, ұрмайтын, сондай бір азамат болған тілейтінмін ше. Сонымен Алла тағала маған күйеуім жолықтырды. Екеуміз бір айда үйлендік. И ол ішпейді, шекпейді. Сонымен бірақ намаз оқымайтын. Құран оқи алмайтын. Сонымен Құранды да қайнатамыз өмірден өткен кезде, сол кезде үйренді да. Қош Аллаға шүкір, әйтеуір ішпейді, шекпейді, ұрмайды ғой деген менде сондай рахметім, алғысым болып жүрді да. Осы соңғы бір айда менің күйеуім ойламаған жерден Алла тағала шақырып Меккеге барып келді да. И Меккеден келген бойда өздеріңіз ойлаңыздар, бір Құранды да бүйтіп, бір Құранмен жаңағы Фатиха сүресі мен Ихлас сүресін оқып жүрген адам Меккеге барып келгеннен кейін 5 уақыт намазға кірді да. И кеше тамақ істеп тұрған ғой. Біздің үйімізге мешіт жақын. Сонымен тамақ істеп тұрып, жаңағы қазанның шыж-быжынан азанның дауысын естідім да. Қарап тұрсам, что-то менің жолдасым дауысына ұқсайды да. Ұшып барып дауысын түсірдім да. Сөйтіп айтамын да, Алла қандай күшті деймін да. Үйленгенімізге 12 жыл болады екен да. 12 жыл дегенде, мысалға, мен қыз күнімдегі армандаған арманымды Алла тағала бір ары кетсе бір 15 жыл деп айта берейікші. 15 жылда менің арманымды орындап тұрды. Бізде көп адамдардың қателігі мынау екен да, бір нәрсені тілейді, армандайды, қалайды да. Сонымен ол сразу орындалса дейді да, сразу болса дейді. Сонымен шамалы күтеді, 1 ай күтеді, 2 ай күтеді, сосын ары кетсе 1 жыл күтеді. Сонымен ой, қойшы, мынау өтірік, болмайтын нәрсе екен. Бұның бәрі өтірік, қаяқтан мен жолым болғыш емес, негізінде мен неудачникпін деп өзін-өзі жауап қояды екен да. Ал Алла тағала өз уақыт сәтін күтеді екен. Мысалы үшін мен күйеуіме ешқашан неге намаз оқымайсың, неге Құран оқымайсың, неге Меккеге бармайсың, хотя басқа жаққа да саяхаттап жүрміз ғой, неге біз Меккеге бармаймыз деп мен күйеуімнің бір миын жеген емеспін да. Бір қатын болып
миын жеген емеспін деп. Сондай. Енді қараңыздар, мен тақырыпты айттым ғой, дұғаның қабыл болуы, болмауы, қашан орындалады. Бізде адамдар көбінде соны айтады да. Мысалға сен жерге дән еккен кезде, дән екіп болған екен, примерно оның шығатынын білесің. Мысал үшін, жүкті боласын көтергеннен кейін, 9 айдан кейін босанатыныңды білесің да. И ол босану процесінде баланың дамуы, оның аяқ қолының шығуы, көзінің жаңағыдай ағзасының қалыптасуы ол біздің проблема емес қой. Біз тек қана ол жаңағы Алланың бойымызға салып берген баласын көтеріп жүреміз. Ол ішінде баланың органдарын барлығын туралау, реттеу ол Алланың қолында да. Сол сияқты біз де армандарымызды, қалауларымызды айтқан кезде, айтып болғаннан кейін біз оны Алла тағалаға жібереміз да. Ары қарай ол Алла тағаланың процесінде болған нәрсе да. Болатын нәрсе да. Біз оған пәлен, түген деп шарт та қоя алмаймыз, ештеңе істей алмаймыз. Біздің міндетіміз тек қана. Бізден айтты ғой, бәтеңкенің бауында сұра деп. Бәтеңкенің бауында сұра десек, значит, біз өзіміздің тағдырымызға әсер ете аламыз. Көп жағдайларда айтады ғой, тағдырды жазып қойған, пешенесіне жазып қойған тағдыры деп ше. Оған мен ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ адам осылай өзінің қалауларын, ниеттерін айту арқылы, дұға жасау арқылы, өзіне не керек екенін сұрау арқылы өзінің тағдырына ықпал ете алады екен да. Если ол өзінің тағдырына ықпал ете алмай қалса, Алла тағаланың бәтеңкенің бауында менен сұраңдар дегені қайда қалды сонда деймін да. Значит, адам өзінің тағдырына саналы түрде әсер ете алады. Енді мысал үшін біз балалық шақта, қазір мысалға мен өзімді айтатын болсам, 2017 жылдан бастап мен психология әлеміне келіп, осының нәзік әлемнің қыр-сырын түсініп бастағалы бері қанша жыл өтті, иә? Сол кезде мен мысалға армандар битсе орындалады екен ғой, салауатты пәлен рет жазса орындалады екен ғой, анан үйтсе бүйтсе деген күшті мықты техникалар шығып кетті ғой, соңғы жылдар, иә. И сол техникалардың барлығы жоқ кезде, балалық шақтағы армандарымыздың барлығы қалай орындалып кетті деп ойлайсың ғой. И мен ешқандай техника білмедім, нені қалай жасау керек екенін білмедім, даже дұғаның өзін қалай Алла тағаладан сұрауды да білген жоқпын ғой. Мен просто сөйтіп ойладым. И сол ойлаған нәрсенің барлығы орындалып кетті деп ойлаймыз ғой. Орындалып кетті ғой енді. Ал почему-то біз үлкен болған кезімізде осындай ересек болып, миы кіріп, ақылымыз тоқтап, саналы түрде Алла тағаладан бірдеңені сұраған кезімізде біздің армандарымыз почему-то орындалмай жатыр. Неге? Сонда бұрынғыдай түк білмей жүріп, тілеген дұғаларым дұрыс па еді деп ойлап қаласың да. Мен осыны өзім лично көп ойландым. Сөйтсем, әңгіме бар кілтипан ода емес екен. Біздің ішкі сенімімізде екен. Мысалға біз балалық шағымызда қандай бір арманды армандасақ, оған қанша ақша кетеді, ол оны орындалуы мүмкін ба, мүмкін емес па, ол орындалмай қала ма деген сияқты бізде уайым болған жоқ қой. Бізге мысалға кішкентай кезімізде маған машина болса, үй болса, күшті жерде тұрсақ, күшті киім кисек деп армандадық қой барлығымыз балалық шақта. И сол арманымызды қазір орындап қойды да. Біз ол кезде арманымызға жабысқан жоқпыз, просто ойладық. Біз ана жақтан нені қосқан жоқпыз, логиканы қосқан жоқпыз. Себебі логика қосылып кетсе, біздің армандауымызға, армандарымыздың орындалуына кедергісін келтіреді екен. Жаңағы балалық шақтағы сияқты ғой, біз балалық шақта үйді, машинаны, неше түрлі нәрсені армандадық, біз оның ақшасына ол қалай орындалады, не алады, басымызды қатырған жоқпыз, байыбына барған жоқпыз. Бізге керек дедік, болды. И ол уақыт өте келе біздің бүкіл армандарымыз орындалды. Сол сияқты үлкен ересек болған жағдайдағы біздің неше түрлі техникаларды, неше түрлі әдістерді, бүкіл амалдарды орындап тұрсақ та біздің армандарымыздың орындалмауы оның бізге қайырлы немесе қайырлы емес болуына да байланысты екен да.
мысалыға былай деп айтады: егер сен қазір бүкіл дұға жасаудың жолдарын, амалдарын, қазір енді ақпараттың заманы ғой, любой жерде ақпарат көп, үйтсең бүйте қаласың, бүйтсең сөйте қаласың. Даже анау енді олардікі дұрыс шығар. Мысалға шариғат шеңберінде мына дұғаны айтсаң байып кетесің, мынаны үйтсең үйтіп кетесің деген дүниелер бар ғой. Вот сол дүниелерде ешқандай гарантия жоқ қой, бірақ гарантиясы бар сияқты бүйтіп айтады да. И мақұл, сол байып кетесің, үйтесің, бүйтесің деген дұғаларды оқығаннан кейін сен байымай қалсаң, байымай жатсаң да, немесе ол тілегің орындалмай жатса, ол дұғаның саған дұрыс еместігіне, немесе сен оны дұрыс айтпағаннан кейін, немесе сол әдісті тура сол адам айтқандай жасамағаннан кейін барып орындалған жоқ емес. Одан емес екен. Ол саған қайырлы ма, қайырлы емес па, оны білуші бір Алла екен. Может, саған сол үлкен, күшті бір қымбат машина саған қазір қайырлы емес болуы мүмкін да, орындалмай тұрса. Сен қашан дайын боласың, сол кезде орындалады дейді да. Түсіндіре алдым ба осы жерін? Негізінде қатты ауыр әңгіме айтып қойған жоқпын ба? Бұрындағы біздің балалық шақтағы армандарымыз орындалып кетуінің себебі, біз ол кезде логиканы қосқан жоқпыз. Біз кәдімгідей сеніммен, ол қалай болады, не болады, Алла тағаланың ісіне араласпай мен сұрай салдым да. Ал ересек болған кезімізде біз ар жақтан логикамызды қосып тұрамыз. Қаяқтан, мысалға біз 2 этаж үй сұраймыз, күшті машина сұраймыз, саяхат сұраймыз, сөйте тұрамыз да, мен қарапайым мұғаліммін, менің айлығым оған жетпейді, қаяқтан деп біз логиканы қосып қоямыз, армандап жанына тіреп қоямыз. Ал логика тұрған жерде біздің арманымыз, арманымызбен, қалауымызбен жаңағы орындалайын деп тұрған шекара ғой, логикашы. Если сен логиканы алып тастасаң, шекара жоқ, прямой орындала береді да. Біз логиканы іске қосып қоямыз. Логиканы іске қосқан екен, орындалмай қалады екен. Яғни логика деген былайша айтқан кезде Алла тағалаға сенбеу деген сияқты да, бір ғажайыптың болатынына сенбеу ғой. Түсіндіре алдым ба осы жағын? Сіздің өміріңізде бір ғажайып нәрсе болады, сіз Құдай қаласа күшті өмір сүресіз, балдарыңыздың бәрі керемет, келіндер алып келеді, осындай зәулім сарайда тұрасыз, үйтесіз, бүйтесіз, бір дәл қазіргі шағыңыздан бір 10 жылда сіз сондай бір дәрежеге жетесіз десе, біздің логикамыз сразу айтады, шақ етіп айтады. Ой, қаяқтан сенің мынау мұғалімдік айлығыңмен, еще 5 бала шағаңмен тұрып атқан үйің мынау, қазір жыл деген ағып өтіп атыр, қаяқтан ол болмайды деп логикаңыз бірден жауап береді да. Ал біз Алла тағалаға шексіз сеніп, логикамызды қоспай, Аллахым маған сол керек болып тұр, мен соған мұқтажбын. Мен сондай үйге мұқтажбын, мен сондай дүниеге мұқтажбын. Мен сондай нәрсеге мұқтаж болып тұрмын. Қалай істесең, олай істе, маған сол керек десең, Алла тағала 1 жылда бере ма, 10 жылда бере ма, может сенің ұрпақтарыңа бере ма, сенен кейін өтіп кеткен, сен өмірден өтіп кеткен кезде сенің немерелерің бай болып өмір сүре ма, мақұл сен қазір жағдайың жоқ, таршылықта өмір сүріп жүрсең, может сенің сол кездегі дұғаң 30-40 жылдан кейін орындалып кетер да. Сен қазір қиналып өмір сүргеніңмен, может бала шағаларың 7 атасына дейін жеткізетіндей байлықпен, жететіндей байлықпен өмір сүріп, шалқып өмір сүруі мүмкін да. Түсіндіңіздер ме? Сенің жаңағы дұға қылудың амалдарын, дұға қылудың жолдарын барлығын білгендегі жағдайыңмен, дұға қылуды қалай жасайтынын білмей, мысал үшін 2 айдана тұр дейік та. 2 айдана тұр, біреуі қалай дұға жасауды біледі, армандарын қалай орындалып кететінін біледі, в общем, шығып кетсе болды, арманның бары орындалып жатқан айданамен, арманы орындалмай, жаңағыдай қиналып, стрессовый состояние тұрған айдананың айырмашылығы неде? Оның түпкі Аллаға деген сенімінде.
мындай екен да, сен қандай вибрациямен шығасың, сол вибрациямен қайтады екенсің да. Мысалға, ой, бәрі жеңіл болады, бәрі күшті болады, үйтеді, бүйтеді деген вибрациямен, сондай бір көңіл күймен шығасың ба, сондай эмоциямен шығасың ба, сол эмоциямен қайтасың да. Если сен не то болады, жолың болмайды дейтін болсаң, именно сол нәрсе, сол жағдайда сенің жолың болмай қалады да. Себебі сенің ішкі сенімің бұл жердегі, сенің ішкі халің мықты болып тұр. Түсіндіре алдым ба осы жерін? Содан кейін бізде армандар, бізде мен түйсікпен жұмыс жасап, қазір Құдайға шүкір, Алла тағала ақылды қылып, сіздердің алдарларыңызға отырғызып қойды. Мен қазір түйсікпен, психосоматикамен жұмыс жасап жүрмін ғой. И сол кезде бізде арманды түйсікке бекіту деген не бар да, практикалық амал бар да. Кәдімгі ислам дін шеңберінде, өзіміздің шариғат шеңберінде бір анау айтқан қорқынышты нәрсе емес. И былай, бізде армандаймыз, армандаған екен оны түйсігімізге жазамыз, түйсігімізге тапсырма береміз. Одан кейін бізде эко-тексеріс деген бар. Көп адамдарда осы эко-тексеріс деген нәрсе жоқ та, и оған көп көңіл бөлмейді да. Ақша, дүние мүлік дейді да. И ол оған қайырлы бола ма, болмай ма, оның дүниесі біреудің байып кеткені ол адамға пайдалы болғанымен, енді байлық кімге пайдасыз, барлығына пайдалы ғой. Ал оның бай болғаннан қаншама адам зардап шегуі мүмкін деген сияқты да. Немесе бір адам болуы мүмкін, мысалы үшін бір жерге бір завод салды, оның уы тұрғындарға кері әсерін тигізеді. Мысалға, экологияға теріс әсерін тигізіп, қаншама адам инвалид болып қалуы мүмкін соның кесірінен да. Бір адамның байып атқан кесірінен қанша адам зардап шегуі мүмкін да. Сол сияқты біз армандарымызды эко-тексерістен өткіземіз. Адамдар деңгейінде, қоршаған орта деңгейінде, жалпы ғалам деңгейінде тексерістен өткізеді. Если ол тексерістен ешкімге, жаңағы арманы ешкімге зияны болмаса, жаңағы арманның қоғамға, әлемге, отанымызға ешкімге зияны жоқ болса, ол арман экологиялық таза арман деп аталады екен да, и оның орындалу ықтималдылығы жоғары болады екен. Түсіндіре алдым ба? Жаңадан блог бастаушылар қандай кеңес бересіз дейді. Мен айтар едім, бұл блог бар ғой, Инстаграм, блог. Мысалға, мен 2017-тен бері тұрақты түрде жүргізіп келе жатырмын да. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 7-8 жылдан бері мен тұрақты түрде жүргізіп келе жатырмын Инстаграмда. Бұл менің жақсы көретін сүйікті ісім болғаннан кейін мен оны тұрақты түрде жүргізіп жатырмын да. Жанымның қалауы, маған осылай сөйлеген ұнайтын болғандықтан, өзімнің білетіндеріммен, өзімнің оқырмандармен бөлісетін болғандықтан, құрт істеп отырмын. Маған ұнайтын болғандықтан мен оны үздіксіз жасаймын да. И мен бұл Инстаграмға жұмыс былай ретінде қараймын, бірақтан жұмысқа кейбір жұмыстар болады ғой, жаныңның рахаты да. Сен қалай уақытыңның өткенін білмей қаласың да. Менің бір папамның даналық сөзі бар, жұмыс істеме дегенше. Ол жұмыс істеме деген былай айтсаң, адамдар ойлайды, не үшін рахат қой жұмыс істемесің деп. Ал негізінде оның идеологиялық мәні, философиялық мәні мынада екен да. Жұмыс істеме дегені сенің жұмысың, сенің жаңағыда энергияңды алып қоймайтындай, сен ол жұмыста отырғанда оны кайфово қалай өтіп кеткенін, қалай оның рахаттанып жүріп істегенің, ол сенің жұмыс істемегеніңмен тең екен да. Рахаттанып жүресің, и саған ақша келеді. Күшті ғой.
Сол сияқты блогты жүргізу кезінде сіздің жалпы неге қызығушылығыңыз бар, нені сүйіп істейсіз, сол бағыт бойынша жұмыс жасау керек. Одан кейін мысалға сіз дән егесіз, ағаш егесіз, гүл отырғызасыз, иә, и оған уақытылы түрде оның түбін қопсытып, күтім жасау керексіз, су құю керексіз, иә, оның өсуіне неше түрлі витаминдерін саласыз. Бұл Инстаграмда кез келген іс негізінде. Инстаграмда енді өзімнің бағытым бойынша айтып жатырмын ғой. Сол сияқты кез келген дүние ол вложенияны, күтімді талап етеді. Мысалға, менің өзімнің әкем 60 жасында блог бастады. Ол кісі тек қана сөйлеп береді, қалған бәрін мен істеп беремін ғой. Бірақ ол кісіде өзі бұрыннан сөйлегенді жақсы көреді. Ана блогты жүргізген кезде оның көзінде от пайда болды да. Папа, видео түсірейік десең, ол кісі деп қиналмайды. Отырады да, ананы, мынаны, қандай нәрсе бар айтып кете береді. Сайрап өзінің сүйікті ісі болады, бірандай рахаттан жұмыс жасап жатқан көрінеді. Сол сияқты сіздер қандай блог бастасаңыздар да өзіңіз рахаттанып, содан демалып отырып жұмыс жасасаңыз да, жұмыс жасамағандай нарахате отырып жасаған дүниенің біріншіден ақшасы да көп болады, и оның ақшасының берекесі де көп болады. Түсіндіре алдым ба? Мысалға, мен блогты бастаған кезімде ақша үшін бастаған жоқпын. Мен просто өзімнің қызығушылығым үшін бастадым. Маған ұнады. Инстаграм жүргізген ұнады, әңгіме жазған ұнады, неше түрлі қызықты фотолар салған ұнады, үстіп сөйлеген ұнады. И мен сөйлеп, жазып, солай істеп отыра бердім да, сөйтіп жүре бердім. Уақыт өте келе менің блогым қызықты болып, адамдарға пайдасы тиіп, қазіргі таңда менің бір жағынан абыройыма да, финанс жағыма да, барлығына уақыт өте келе, не сразу, бірдестен емес, уақыт өте келе пайдасын берді. Түсіндіре алдым ба? Любой еңбек түбі нәтиже береді, любой ізденіс нәтиже береді. Біздің басты мақсатымыз сол, жарты жолда сынып кетпеу. Жарты жолда сынып кетпеу. Сынақтан сүрінбей. Сосын көп жағдайда біз адамдарда өзімізді күшті қылып көрсетеміз да. Ойбай, керемет қылып көрсетеміз. Ақылды, данышпан, дана қылып. На самом деле бізде ойбай, қазір аяғым үйіп қалды ғой. Ойбай, аяғым-ай. Шын мәнісінде адам болған екен, күлетін кездер болады, жылайтын кездер болады, жолы болмай қалған кездер болады, құлайтын кездер болады. Мысалға, менің өмірімде 2017 жылдан бері бәрі менде күшті шик болды деп айтамаймын. Мысалға, ұрыс естіген кездерім болды, жылаған кездерім болды. Неше түрлі жағдайлар өтті да. Бірақ мен мықтымын деп өзіңді күшті қылып көрсете бергеннен көрі, қалай бар солай көрсеткен дұрыс сияқты да. Мысалға айтатын болсам, постоянно блог жүргізу үшін, халықтың алдына шығу үшін, постоянно макияж жасап, постоянно әдемі киіммен 24/7 жүру мүмкін емес та. Сен мақұл сен мындай да, кет бір. Мақұл сен бір күн, 2 күн, 3 күн жүре аласың да, енді бірақ бір күн болмасын, бір күн шаршайсың. Өзіңнен шаршайсың, өтіріктен шаршайсың да. Ой, аяғың. Сол үшін қалай барсың, солай жүргізе бер. Мысал үшін мен өзімді айтайын. Маған Инстаграмға шығу үшін, немесе Ютубқа шығу үшін, қайға шығу үшін, мысалға маған 5 тонна макияжның қажетті жоқ. Әдемі киімнің қажетті жоқ. Орамал болса өстіп тартып ақ шыға берем. Себебі мен оған қатты акцент қоймаймын. Содан кейін қалай бар солай шығу, адамдармен жан дүниеңмен отырып сөйлесе, отырып сырласу, сол көбірек андай жақындық береді да. Көбірек өзім солай ойлаймын да. Әйтпесе бар ғой, ақша да бар, макияж жасап алып шығуға болады. Одан кейін мынандай нәрсе бар да,
біреудің рухын құлату дегенше. Мысалға мен сондай әдемі болып алып отырып мені көретін қарапайым келіншектер, үйде отырған аналар, ол кісілер маған қарап отырып, неге мен осындай болмадым, неге мен жолым болмады, неге деп өзін кінәламас үшін сол кісілердің деңгейінде спокойно отыра беремін. Бірақ бір нәрсе бар, көп жағдайда мен осылай қарапайымдылығымды адамдар басқаша пайдаланып кетеді екен да. Қойшы деп ше. Енді ол мақұл, әркім өзінің таңдауы ғой. Мен оған басымды ауыртпаймын. Бұрындар жүрегім ауыратын, қазір жүрегім ауырмайтын болды уже. Нормально бәрі. Алла тағала сенің сырт келбетіңе емес, сенің жүрегіңе береді екен да, және жүрегің арқылы бағалайды екен. Иманың арқылы да Алла тағала. Ал біз адамдар пасық-сасық көкірегімізбен адамның сырт келбетіне қараймыз да. Сол үшін де көп адамдар өзінің жан дүниесін тазалап, жан дүниесін реттеудің орнына, жан дүниесімен алысудың орнына өздерінің мишураларын жауып, өздерінің, қалай айтсам болады, сырт келбеттермен әуре болады да, шындығында ішінде не болып жатыр оның. Сондай жағдайларда. Қалай бүгінгі эфир ұнады ма? Мына эфирға қандай ат қоямыз? Мен ойбай, қандай тұр. Құндылық тақырыбын қатты бүйтіп аша алмадым, басқа жолы тағы да бір ашам деген ойдамын. Құндылық тақырыбында айтайыншы, біріншіден ешкімді өзіңізбен салыстырмаңыз. Әркім жеке тұлға. Бірінші, ешкімді өзіңізбен салыстырмайсыз. Екіншіден, өзіңіздің жақсы қасиеттеріңіз, қабілеттеріңізді мақтайсыздар. Себебі сіз жақсы тамақ пісіретін шығарсыз. Сіз мысалға үйді таза ұстайтын шығарсыз. Немесе балдарыңызға жақсы сабақ түсіндіретін шығарсыз. Білмеймін ғой, мысалға мен шипанер жинағанды ұнатпаймын да. Сіз мысалға шипанерді күшті жинайтын шығарсыз да. Сондай өзіңіздің қасиеттеріңізді өзіңізге айта беріңіз. Молодец. Мен өзіме айтам. Айдана, молодец сен. Кейде болады ғой, самооценкам түсіп, бір депрессия кірейін деп жатқан кезде, тоқтай тұр. Қоя тұр, сен қандай нәрсе істегенін білесің бе? Сен мына жерде сен істеген ешкім істей алмайды, сен молодецсің деп өз-өзін мақтап қоямын да. Сол сияқты әркім өзінің не істеп жүргенін біледі ғой. Бекерге ақшаларыңызды құртып, барып, анаған барып, мынаны мені өзгертіп берші, менің жан қалауым не, соны тауып берші, керек емес та. Бұл жауап өзіңіз ішіңізден шығады. Құндылық адам өз ішінен шығады. Бірақ бір нәрсе бар, если сен өзіңді өзгертпейінше, ешкім сені, ештеңе сені Алла тағала өзгертпейді да. Бірақ адамдардың қателігі сол, мен өзім өзгеріп жатырмын деп ойлайды да, айналадағы адамдардан өзгерісті требовать етеді. Мысал үшін бір қыздар бар, семинарға барып, үйтеді-бүйтеді, дамитын бір нәрселерге барады да, сөйтеді да, негізінде сіздер дұрыс істеп жүрген жоқ екенсіздер, мен өзімнің құнды екенін білуім керек, үйтуім керек дейді да. Сөйтеді да, айналасындағы адамдарға атака жасай бастайды да. Күйеуіне, енесіне, мен сізге енді чмошна емеспін, менің де өзім жеке адами мінезім бар, анауым бар, мынауым бар деп ше, сөйтіп шығады. Ал шын мәнісіне келгенде өзгеріс сол адамның өзінде да. Адам өзі ізденіп, өзгеріп, өзінің жаман әдеттерін, ұйқыбастығын, онша-мұнша жаман айтатын сөздерін барлығын реттеп, ойын реттеп, сөзін реттеп, өзімен алысқан кезде айналасындағы адамдар ол адам айтпай-ақ өзгеріп кетеді екен да. Өзгеріс адамның өзінен басталады.
адам өзгер десе сразу айналасындағы адам менің өзгермеуіме енем кінәлі, күйеуім кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі деп кінәні іздеп, өзі судан ақ сүттен таза болған кезде ол адамда біріншіден өзгеріс болмайды. Екіншіден ол адамның өмірінде хаос басталып кетеді. Себебі тыныш жатқан бүркіттің бірдеңесін шығып үркіттім деген болады да, ол өзі өзгерем деп айналадағы адамдарға зәрін шашқан кезде айналадағы адамдар оны құрметтемек түгілі, оны ең соңғы орынға қойып, ол адамды орнына қойып қою мүмкін да. Сол үшін бірінші өздеріңізді реттеңіздер. Құртымды жасап болдым. Ең ауыр жұмыс мына әлемде, мына өмірде өзіңмен алысу, өзіңді тәрбиелеу екен ғой. Жұртқа ақыл айту оңайдың оңайы да, бірақ адам өзін тәрбиелеу, даже өзіңіз ойлаңызшы, қарапайым ғана тамақ ішу. Дастарханға, қонаққа барған кезде неше түрлі нәрсені аузымызға тыға береміз. Оның пайдалы ма, зиян ба, біліп тұрсақ та не ала береміз. Мысалы үшін менің кола ішпей жүргеніме, газовый напитоктар ішпей жүргеніме бір 2 айдай болды да. И менде бойымда кәдімгідей өзгерісті, и мен өз-өзімді мақтаймын. Молодец, Айдана. Сенше бұрында мен ішпеймін дейтінмін да, ішіп қоя беретінмін ше. Газовада ғой енді. Кола, газированный сулар айтып отырмын, арақ емес. Сонда сөйтедім да, фанта, колаларды ішіп қоя беретінмін ше. Көзім тоймайшы. Қазір уже осознанно ол маған ағзама дым да пайдасы жоқ деп өзімді сабырға шақырып, ананы қарап, уже қараймын да, молодец, сен 2 ай газировка ішпедің деп мақтаймын. Енді қазір тәттіге түсіп жатырмын. Тәттіні азайтып жатырмын. Бұнда конфет, вафли, анау-мынау тәтті. Мен мысалы үшін қандайда бір жағымсыз, негативті бір жағдай орын алса, мен сразу тәттіге жабысады екенмін да. Тәтті жеп өзімді. Қазір тәттіні азайтып жатырмын. Өзімнің бойымдағы артық салмақтарды газировкадан кетіп жатқанын байқаймын да. И айтам, молодецсің сен. Адам өзіне сондай құндылықтарды беріп, сондай бір маңыздылықтарды берген кезде, ол өзін кәдімгідей бір күшті сезімде боласыздар ше. Ойбай, аяғым. Айтады ғой, нәпсімен біреулер айтады, бұл өмірдегі ең жауың не десе, нәпсі деп жауап береді да біреулер. Нәпсі жаман, сол нәпсі құрғырдың жетегіне еріп кетеміз, үйтеміз, бүйтеміз дейді. Ал негізінде нәпсіні бізге бергеннің себебі де, если нәпсі шынымен деп жаман болатын болса ше. Нәпсі шынымен жаман болатын болса, Алла тағала бізге жамандықты қаламайды ғой. Біз туған кезде, бізді жаратқан кезде, біздің қасымызға нәпсіні сол кезде бермейтін еді да. Нәпсінің де бізге пайдалы тұстары бар екен. Енді ол шариғи жөніне ары қарай кірмей-ақ қояйын. Себебі естіген бөлек, оны оқыған бөлек та. Жақсы, онда тузынан қараңыздаршы. Күшті. Біз осығанша соңына су қосамыз да. Сөйтіп күштілеп тұрып жейміз ғой. Аппетиттеріңіз ашып жүрдің ба? Жақсы, онда бүгінге осымен сабағымыз тәмам. Қолымды жуайын.